пайғамбарымыз айтады, иә, әрбір намаздың фикули дубури соля деп хадис келеді ғой. Мына жерлерде байқап жатсаңыз, хадистердің, аяттардың бір ғана бөліктерін беріп кетіп жатырмын. Кім қалайды, әрі қарай іздеп алады ғой. Әр намаздардың соңында аятул курсыны оқып отырыңдар. Өйткені аятул курсыны оқитын болсаңдар тастамай, онда жәннат пен сенің ортаңа бөгет болып тұрған тек қана өлім деген хадистер келеді. Яғни аятул курсы әр намаздың соңында толықтай оқылып, өмір бақи оқылатын болса, сіз жәннаттық адамның жағындай сертификатын алатын хадис қой. Бұл сондай нәрсеге сүйіншілік. Енді қараңыз, неге бұны айтып жатырмын? Сөзім сол. Бұл жүректің тыныштығымен неге байланысты десеңіз, аятул курсиді жай оқи беру ғана емес қой мақсаты көзделген. Ойлансаңыз, ішінде қараңызшы, Алладан басқа құдай жоқ деп келеді да, хайюл қайюм деген екі сифат тұр. Мәңгі тірі, қайюм күллі жаратылыстың өзінің билігінің астына алған, мұқтаж болған, күллі жаратылыс оған мұқтаж, басқарушы қайюм. Сіз күллі ісіңді басқарып тұрған Аллаң бар. Әр намаз сайын күніге 5 рет еске алатын болсаңыз, жүрегіңіз бір нәрсені уайымдай ма? Әр намаздан кейін тек қана сүннетте осылай айтқан екен деп оқи беру керек емес. Тыңдарманымыздың бәріне айтарымыз, аятул курсидің мағынасымен ойланып оқысаңыз, 5 уақыт жүрегіңізді тынышталдырып, күллі уайымдап жүрген тақырыбыңызды алып тастайды жүрегіңізден.